Жердің пішіні туралы әлі күнге дейін әртүрлі теориялар бар. Бірі оны тегіс десе, екіншілері шар тәрізді дейді. Бүгінгі шығарылымда осы сұрақ аясында бірнеше фактілерді саралайтын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Күн жүйесінде жерден өзге 7 ғаламшар бар. Олардың барлығының пішіні сфералық, яғни шар тәріздес. Оның себебі олардың массасы өте үлкен. Планетаның тартылыс күші оларға шар тәріздес пішінді беруге тырысады. Ғаламшар пішіні оның массасының ауқымды болуына байланысты. Аспан денесінің массасы неғұрлым көп болса, оның тартылыс күші де соғұрлым күшті болады. Ғарыш ғылымының дамуымен қатар барлық ғылыми дәлелдер расталған. Ғарыш зымырандарының арқасында адамзат жерді ғарыштан көре алды. Планетаның нақты өлшемдерін алып, оның пішіні туралы аңыздарды жоққа шығарды. Бүгінде жасанды серіктердің түсірілімі арқылы ғарышты және ондағы аспан денелерінің барлығын фото-видеолардан көре аламыз. Ал сонда суреттердің барлығында жер пішіні шар тәріздес. Жердің дөңгелек екенің тағы бір айқын дәлелі, ай тұтылу кезінде планета өз серігінің бетіне шар тәрізді көлеңке түсіреді. Ал бұл жер сфералық пішінде болғанда ғана мүмкін. Егер жер планетамыз тегіс болғанда, онда ол тік бұрышты көлеңке түсірер еді. Жердің шар тәрізділігі туралы тағы бір факт. Кеме бақылаушы нысанын алыстағанда, кеменің төменгі бөлігі жоғарғы жағына қарағанда ертерек ғайып болады. Егер планетаның беті тегіс болса, онда мұндай құбылыс болмас еді. Ал сіз қалай ойлайсыз? Жердің пішіні шар тәріздес пе, әлде тегіс пе? Пікіріңізді комментарийге жаза кетіңіз. Ғаламның беймәлім әлеміне бірге сапар шегейік.